Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де достар, сіздермен бүгін мен Clash KZ арнасы және де осы 10-15 минут бұрын обновление шыққан болатын Clash Royale'дан. Және мен өзімнің ресми ВК-да группама жазған болатынмын, видео түсірем деп, видео күтсеңіздер лайк басыңыздар деп. В общем, мен осы видеоны түсіргелі жатырмын. Обновление болды. Обновлениеда профилдің жаңа дизайнын көре аласыздар. 54 карта болды, 48 карта болған. 6 жаңадан карта енгізді. В общем айтқанда огненный дух, пеш және де огненный дух просто обычный карта, пеш редкая карта, стража деген күзетші типа эпическая карта болып келеді. Және де 5 легендарный карта, 5-еуі менде жоқ. В общем, мына 4-ші аренада ашылады. Бұл шахтер деп аталынады, яғни жер астымен кіре аласыздар. 5-ші аренада ол ганчай ашылады. Ал 6-ші аренада өзіңіз білетіндеріңізде ол бағанағы спаркари. Спаркаринің өте мықты зат, 2000-дай хпсы, уроны бар. 2 атқаннан басына жоқ, в общем айтқанда. Және де көріп отқанымыздай. Так. В общем, Clash Royale'дан көріп тұрғандарыңызда енді гоблинский арена көріп тұрғандарыңызда 390 трофейдегі адамдарды көре аласыздар. В общем, 25 хит болып кеткен ғой кәдімгідей. В общем, көре аласыздар көріп тұрғандарыңызда. Мысалы, королевский арена келсек, кәдімгідей көре аласыздар. В общем, повторларды, мысалы, украинцтарды. Егер сіздерде атака мықты болса, Clash Royale'да бола аласыздар. В общем айтқанда. Және де біз қазір варварлар сұрай салайық. В общем, және де көріп тұрғандарыңыздай менің кланыма келіңіздер достар, 26-шы орында тұр. В общем айтқанда, так, 26-шы орында тұр, 40 адам, 50 адам жинасақ примерно топқа көтерілеміз деп ойлаймын. В общем, каналға қайда канал қудым. Каналға тіркелістіру ең сонда. В общем, міне өзіңіз көріп тұрғаныңыздай тулар да шықты. Міне варварлар, мыналардың суреттері. В общем айтқанда, қазір біз обычный, мен специально қойдым, қазір біз обычныйына қоя салайық. Кәдімгі өзіміздің ресми официальный туымыз. Ол қайтақ, толмай қалдық дейсің ғой. Ё-май, қайда кетті? Қайда еді қод? Прикинь, ту жоқ. Достар, в общем, мен таба алмай отырмын, ту ғой. В общем, ту мәселе емес, туды ары қарай табатын шығармыз. В общем, мына туға қоя салайық. В общем, міне кодовый режимді алып тастапты. В общем айтқанда, так, енді біз бесплатный сундукты ашатын боламыз. Жаңада ниеттерді күтеміз. Менде сундук жоқ, кешірім сұраймын достар, жинаған жоқпын. В общем, бірінші 64 золото, башня бомбешка және разет. Жаңадан карта жоқ, өкінішке орай. Біздің кланда уже көтерілді. Жалпы айтқанда көбісінде шықты. Мысалы, Нұрасылда уже алып тастапты. Кімде де мана мақсатта ма? Новыйдан ашқан болатын. В общем, енді королевский гант имба болды. Мартира енді алып тастады оны. Сборщик эликсирді де уже ни о чем. Зеркаламен королевский гант имба бола бастады. Пушканды алып тастады. В общем, біз енді прямой эфир көре аласыздар. В общем айтқанда, прямой эфир, мысалы, дружеский болады. Мысалы, прямой эфир көре аласыздар. Және де сіздер, мысалы, бір адамға балет ете аласыздар. Яғни қол шапалақ деген сияқты. Мен өз кланымда қазір дуэл істеп көрейін. 7 адам онлайн, бірақ неге қабылдамай отқанын білмедім. Міне қабылдады. В общем, Бека дейді. 1899 трофейі бар. 7-ші уровень. Кәмені айыр жібереді. Мен ойнамалы көп болды. В общем айтқанда, қазіргі кезде мен уже опытым нашарлау. Опа-на, Бека дейсің ғой. Қазір мен айыр жібереді, отвечаю. Жынды ма? Мен сенсорым қатып атыр, айтпақшы достар. Мен сенсорым қуып жүр айтқанда. Не деген мықтылық бұны. Так, біз
контрить ететін боламыз оның пекасын. Жалпы айтқанда ол бізге ешқандай да қақпат тиген жоқ. Енді в общем міне бір адам көріп отыр бізді, кім екенін білмеймін. Неге неше бергенін білмеймін. В общем айтқанда так. Біз қазір кішкене басшаға барам екен, басшаның кішкене қапасын алып көрейік. Яғни эликсир құтам екен, соны көрейік. Давай ат. Базар жоқ, 400 хп қылдырдық. Бұл деген өте нормально деуге болады. В общем айтқанда бұның қандай әскерлер мен жібермей ақ қояйын. В общем айтқанда неге олай бардым, бұлай бардым. Бричкалар қуатты ғой. Бричкалар қуады. Пека қуып кетті. В общем пека қуып кетті. Бұның башнясын біз бір фаерболмен ала аламыз. Базар жоқ өлтірдік, көрдіңіздер ма? Макты да өлтірдік, еще плюс нені өлтірдік. Қайтсам бот. Плюс еще ненің... Менің мусорларым кетіп қалды. Мұны кішкене тежеп тастайын, в общем айтқанда. Так, мен өзімнің подребнигімді жіберейін, кішкене болсын башняны алам екен көрейік. Башняны берген жоқ. Давай ат. Красавчик, базар жоқ. Бір башнясын алдық. Енді мен неге лучница жібердім. Көтінген. Менің ошибкам кетіп қалды уже. Мен мактарға қарсы варварларын көрдім. Тырсып көрейік. Кішкене осының қапысын алу үшін. Ниче қылып. Дейсің ғой. Ойнай алмайым. Молодец, красавчик. Адам болатын бала екенсің. Біз бұл бойшым көттім. Енді біз мұна жақтағы башасын алуға тырысатын боламыз. В общем айтқанда так. Байт көтті. Так. Қума, братан. Бар, қабан, тащи. Да, қабан тащи кетті, 254 хп болған. В общем, молодец, красавчик. Бескадит. В общем, осылай. Дружеский бой прямой көре аласыздар. Және де новыйдан карта. Және де айтпақшы, легендарный картаға жетсеңіздер, сіздерге 40 000 золотаға легендарный картаны сатып алуға болады. В общем айтқанда келі арамза дейді. Оған уақытым жоқ, ренжіме, мен видео түсіріп жатырмын. В общем айтқанда амандықта кездескенше. Видеоны лайк басыңыздар, және де менің кланыма келіңіздер, ресми кланыма топқа шығайық. Мен жазылушыларым болсаңыздар, келіңіздер, кішкене топқа шығайық. В общем 1800 трофейден YouTube Clasher.kz арнасы. В общем осы каналға тіркеліңіздер. Және де достар, мен бағанағы Clash Royale'дан турнир ұйымдастырғым келіп тұр. В общем турнир Clash Royale деп ВК-да группа ашатын болам. Ссылкасын описаниеде қалдыратын болам. Тіркеліңіздер, сонда мен турнир ұйымдастыратын боламын. Амандықта жүздескенше, келесі видеода кездескенше.